Армысыздар, сіздермен Киномен. Бүгін біз есте сақтау атты фильмге шолу жасаймыз. Нацистерден қатты зардап шеккен еврей отбасын өлтірген адамды іздеп, жан түршіктірер шындықты біледі. Арнаға тіркеліп лайк бас, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Ал біз бастаймыз. Это люди, которые убили мою семью. Фильм Зев Гудман есімді бас кейіпкер ұйқыдан оянған жерден бастау алады. Есін жия сала, ол әйелін шақырады, бірақ ешкім келмейді. Шал бөлмесінен шығып, қарттар үйінде өмір сүріп жатқанын көреді. Зев медбикеден әйелім қайда деп сұрағанда, ол 2 апта бұрын қаза тапқанын жеткізеді. Бас кейіпкер қарттықтан есін жиі жоғалта бастаған. Медбике Зевке тамақтан кейін сізге жақсы болады деп асханаға апарады. Үстел үстіне көмекші Зевтің жақын досы Максты арбамен алып келеді. Досы одан әйелін қайтқан күні берген уәдең есіңде ме деп сұрайды. Әрине Зевтің есінде ештеңке жоқ. Сол сәтте Макс оны сабырға келтіріп, сен ештеңкені ұмытпасын деп барлығын жазып қойдым дейді. Кешке туыстарымен әрі еврей ұжымымен кездескеннен кейін Макс Зевке хат береді. Ол жерде істелетін іс егжей-тегжейіне дейін жазылған. Шал баласына шаршадым деп бөлмесіне көтеріліп хатпен танысады. Конвертте хаттан басқа ақша мен поезд билеті бар. Хатты оқығаннан кейін Зев бөлмесінен шығып қарттар үйінен қашып кетеді. Сыртта оны вокзалға апаратын такси күтіп тұр. Азанда туыстары директор мен қарттың жоғалғаны жайлы сөйлесіп жатқанда, ол Кливлендке апаратын поездға отырады. Поездда Зев кішкене баламен танысады. Ол бауырларымен бірге әкелеріне бара жатыр. Бірақ шалдың көзі ілініп кеткенде тағы барлығын ұмытып қалады. Ол оянып кетіп, кішкене баланы өз немересі екен деп ойлап, өзін біртүрлі ұстайды. Кішкене бала шалдан қорқып басқа орынға кетеді. Сол сәтте Зев Макстың берген хатын тауып оқиды. Оған жоспардан ауытқымай, орындалған тапсырмаларды сызып отыру керек. Вокзалда балалардың әкесі шалға жақындайды. Бала қарттың біртүрлі әрекеті жайлы айтқан. Ер адам көмек ұсынады. Бірақ Зевтің аты жазылған қағазды көтеріп, жүргізуші күтіп тұр. Жүргізуші бас кейіпкерді қару дүкеніне алып барады. Ол жеңіл қолданылатын австралиялық глокты алады. Ер адам сатушыға қаруды қалай қолданатынын қағазға жазып беруін сұрайды. Қаруланған Зев қонақ үйге барады. Қонақ үй қызметшісі де оны күтіп тұр. Жұмысшылар қонақты күтіп алатын нұсқаулар алған. Бөлмеде ол қарттар үйінде қалған досымен хабарласып, діттеген жерге аман есен жеткенін айтады. Келесі күні азанда Зев Курландер есімді адамның үйіне келеді. Ол соғыстан кейін Америкаға қашып кеткен неміс сарбазы. Қонақ оған тапанша кезеніп, Освенцимде қызмет еттің бе деп сұрайды. Неміс әскер қатарында болғанын жасырмайды, бірақ ол Роял басшылығымен Африкада болған. Оның бұған фото дәлелдері бар. Соғыстың нәтижесіне қарамастан, неміс өзінің отанымен мақтанатынын айтады. Ал өлім лагерінде болған жағдайларға өзінің қатысы жоқ. Зев қонақ үйге қайтып келіп, досына хабарласып, тізіміндегі бірінші Руди Курландермен кездесуі жайлы айтады. Ол олардың іздеген адамы емес. Макс досын уәдесінде тұру үшін әрі қарайғы іздеуге жібереді. Зев автобусқа отырып Канадаға бет алады. Макстың кадрдан тыс даусы ол өлім лагерінен тірі қалған Зев екеуі ғана екенін айтуда. Макс Америкаға келгенде бұрынғы СС офицерлері отандарынан есімдерін өзгертіп көшіп кеткенін білген. Олардың ішінде отбасыларының өліміне кінәлі адам Отто Валиш бар. Ол өзіне Руди Курландер есімін алған. Макс өзінің таныстары мен ақшасының арқасында жастарымен шыққан тектері сәйкес келетін 4 адамды тапқан. Бірақ оларды тек 2 адам ғана тани алады. Мүгедектер арбасында оны табу қиын болғандықтан Зев оны тауып өлтіруі керек. Келесі күні азанда Канада шекарасында оны кері қайтара жаздайды. Оның төлқұжатының мерзімі өткен. Бұл жағдайдан көлік жүргізу куәлігін көрсетіп шығып кетеді. Қаруын ол автобуста пиджагымен жауып алып өтеді. Канада қарттар үйіне келіп, ол екінші Руди Курландермен кездеседі. Ол қатты сырқатының кесірінен төсекке таңылып қалған. Зев шымылдықты жауып, одан Освенцимде болдың ба деп сұрайды. Иә деген жауап естіген Зев оған қаруын кезенеді. Бірақ ол қорғанам деген үмітпен қолын тосқанда, бас кейіпкер дәл өзіндегідей қолындағы санды байқайды. Немістер тұтқындарды дәл осылай белгілеген. Бұл Руди Курландер гомосексуалист болғандықтан тұтқындар қатарында болған. Зев одан өкініп тұрып кешірім сұрап кетіп қалады. Канада қарттар үйінен кетпес бұрын қарт бір бөлмеден фортепиано даусын естиді. Ол сол бөлмеге кіреді. Кезінде өзі де ойнай алатын. Қазір де дірілдеген қолдары ұмытпапты. Ол жерден шығып, Зев Америкаға қайтады. Оның әлі де 2 мекен жайы бар.
Жаңа қонақ үйге келген Зев тағы жадын жоғалта бастайды. Ол администратордың сөзіне алаңдап қалады. Содан кейін ол дүкенге барып киім-кешек алады. Дабыл дыбысы қосылғандықтан оны күзетші тоқтатады. Күзетші шекке қарап, кассада алуды ұмытып кеткен белгі бергішті шешеді. Бірақ басқа сөмкесін тексеріп жатып, қаруды тауып алады. Конституция бойынша қарапайым халыққа қару ұстауына рұқсат етілгендіктен, оған сәттілік тілеп жібере салады. Ұзақ сапардан шаршаған Зев мейрамханаға тамақтануға барады. Даяршы қыз кофе құйып жатқанда, ол хатты шығарып оқымақ болады. Сол сәтте балалар даяршыны итеріп кеткенде, кофе Зевтің хатына төгіліп кетеді. Дымқыл сияны жоқ қылмай тұрғанда, шал еппен хатты қайта жазып шығады. Оның мақсаты әлі орындалмады. Келесі мекенжай қала сыртында орналасқан. Ол есікті қағып жауап алмайды. Бірақ есік артынан иттің даусы естіледі. Демек қожайын ерте ме кеш пе келуі керек. Зев есік алдында отырып күтеді. Кешке қарай үйге қожайын келеді. Ол полиция қызметкері. Зев одан Руди Курландер жайлы сұрайды. Полиция қызметкері, сіз дұрыс мекенжайға келдіңіз. Бірақ әкем 3 ай бұрын қаза тапқан дейді. Ол қонақты ішке кіргізіп, итті басқа бөлмеге қамайды. Әңгіме кезінде Зев оның әкесі шынымен Германияда тұрғанын, әрі бұл жайлы ұлына үнемі айтатынын біледі. Оған қоса 3-ші Курландер 3-ші Рейхтің жанкүйері екені белгілі болады. Ол нацистік белгілерден коллекция жинаған. Оның ішінде свастика бейнеленген ту, офицер киімі және Mein Kampfтың бірінші шығарылымы. Баласы оның кейбір затын сатып жіберген, бірақ бірнеше затын сатуға қолы бармайды. Сонымен қатар Курландер 1938 жылы 8 қарашада болған Хрусталь түніне қатысқаны белгілі болады. Ол күні немістер еврейлерге тиесілі дүкендерді қиратқан. Зев дәл сол Руди Курландерді тапқанына минут сайын көз жеткізе береді. Бірақ оның күдігі Хрусталь түнінде ер адамның әкесі аспазшы болып жұмыс істегенін естігенде сейіледі. Әрі ол Освенцимде қызмет етпеген. Шал шатасқанын түсініп кетпек болады. Сол сәтте ер адам оның қолынан белгі санды байқайды. Нацистік тәрбие өзінікін алады. Ер адам ашуланып шалдың кетуіне мұрсат бермей итеріп жібереді. Зев қорыққаннан бұтына жіберіп диванды бұлғайды. Оны көрген ер адам одан сайын ашуға мінеді. Ол басқа бөлмедегі итті босатуға кетеді. Сол уақытта шал сөмкесінен қаруын алып үлгереді. Зев өзіне жүгіріп келген итті атып өлтіріп, жауыз нацистке 2 оғын атып көзін құртады. Қатты күйзелістен шаршаған шал нацистің үйінде киіммен суға түседі. Содан кейін ұйқыға кетеді. Ояна сала, ол не болғанын, әрі қайда екенін бірден түсінбейді. Бірақ хатты оқып, өткенді еміс-еміс есіне түсіріп, Максқа хабарласып, не болғанын айтып береді. Не болса да, алға қойылған мақсат орындалмады. Шал таза киімін киіп, сапарын жалғастырады. Автобуспен бірнеше сағат жүргеннен кейін, шал басқа қаланың вокзалынан түседі. Көшедегі әйелді әйелім деп артынан қуып жығылып, қолын жарақаттап алады. Оны ауруханаға апарғанда, баласына әкесінің қайда екенін айтып хабарласады. Әкесінің мұнша алысқа кеткеніне таңданған ер адам артынан аттанады. Палатада есін жинаған Зев анасымен бірге әкесіне келген қызбен сөйлеседі. Шал оған тәтті бергісі келіп, пиджагының қалтасынан алуын сұрайды. Бірақ қыз тәттінің орнына хатты тауып, шалдың айтуымен дауыстап оқиды. Өзінің мақсатын қайта есіне түсірген қарт ауруханадан шығып такси ұстайды. Оның ақшасы аз қалды, бірақ мақсаты да қол созым жерде. Қонақ үйде ақшасы болмағандықтан кредиттік картасымен төлеуге мәжбүр болады. Олар баласына хабарласқанда, баласы таксиге хабарласып қайда апарып тастағанын біледі. Зев соңғы мекенжайға келеді. Оны Руди Курландердің қызы күтіп алады. Ол әкесі келгенше күте тұруына рұқсат береді. Қыз оған кофе беріп жатып, Освенцим жайлы сөйлесуге келдіңіз бе? Әкем ол жайлы айтуды мүлде ұнатпайды дейді. Сол кезде қожайынның немересі келеді. Ал Зев фортепианода отырып ойнай бастайды. Музыка ойнап тұрғанда қонақтың артынан қожайын түседі. Ол бұрынғы канцлагердің тұтқыны Вагнерді жақсы көретініне таңданады. Зев оның даусын танып, оны Курландерға айтады. Шалдар сөйлесу үшін сыртқа шығады. Рут жан жағындағылардың барлығын алдағанын мойындайды. Бірақ Зевтің келгеніне қуанышты. Ол тіптен оны досы ретінде құшақтайды. Зев оған қолынды тарт деп шынайы есімін Отто деп атайды. Рут бұған аздап таңырқайды, себебі оның есімі Отто емес. Зев жылдар бойы өтірік айтып, өз есіміңді ұмытқансың ба деп кәрі нацистке сенбейді. Сол уақытта үйге Зевтің ұлы келеді. Рудидің қызы оны бөлмеге кіргізіп, қонақ үйдің қожайынына қару кезеніп тұрғанын көреді. Баласы қарттан қаруын тартуын сұрайды.
бірақ ол Освенцимда өлген жанұясының кегін қайтармақ. Ол Рудиге шын мәнінде кім екеніңді айтпасаң, немереңді өлтіремін деп бой жеткенге қару кезенеді. Руди жылап тұрып концлагерде барлық ойлағандай тұтқын емес, СС офицері болғанын, оның шын есімі Куниберт Штурм екенін айтады. Зев оны Отто Валиш деп айтады, бірақ қожайын жан түршіктірер шындықты айтады. Отто Валиш шын мәнінде Зев. Дәлел ретінде ол тұтқынның номерін көрсетеді. Оның номері 813, ал Зевтікі 814. Олар екеуі де СС офицерлері болған. Жазадан құтылу үшін олар бір-біріне осы белгілерді салған. Зев бұны жоққа шығарып қожайынды атады. Сосын барлығын есіне түсіріп, баласының көзінше өз-өзін атып тастайды. Кейін қарттар үйінде Макс басқа қарттармен бірге болған жағдайды жаңалықтардан көреді. Ол адамдарға шындықты айтады. Зевті көре сала, ол отбасын өлтірген Отто Валиш екенін таныған. Зев жадынан айырылғанына көз жеткізген соң, Макс оны бұрынғы әріптесін табу үшін алдап соққан. Оның жоспары 100% орындалды. Оның кегі кешіксе де, бәрібір әскери қылмыскерлерді тапты. Осылай фильм аяқталады. Арнаға тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен Киномен.